Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі талқылайтын тақырып инсулин препараттары. Бүгінгі лекцияда біз инсулин препараттарын түрлерін, қолданысын және бір-бірінен айырмашылықтарын талқылайтын боламыз. Барлығымыз білетіндей, инсулин бірінші және екінші типті қант диабетін емдеу кезінде қолданылады. Айырмашылығы, бірінші типті қант диабеті кезінде ұйқы безінің бета жасушаларынан инсулин мүлдем бөлінбейді. Сол себепті бірінші типті диабет инсулинге тәуелді болып табылады және барлық пациенттер тек қана инсулинмен емделеді. Екінші типті диабет кезінде бастапқы кезеңінде пациенттер инсулинді қажет етпейді. Себебі бұл кезде бета жасушалардың қызметі сақталған, соған байланысты пациенттерде инсулин бөлінеді. Бірақ себебі диабеттің бұл кезде перифериялық жасушалардың резистенттілігінің артуына байланысты. Және бастапқы кезеңде пациенттер пероральды қандағы глюкозаның мөлшерін төмендететін препараттары арқылы емделеді. Прогрессивті кезеңінде пациенттерге инсулин тағайындалады. Шығу тегу бойынша инсулин 3 топқа бөлуге болады. Бірінші ол жануарлардан алынатын инсулин, мысалы шошқадан алынады. Шошқа мен адам инсулині айырмашылығы тек қана бір амин қышқылында. Мына жерде фотода көрсетілген инсулиннің молекуласы өзі екі тізбектен тұрады, альфа тізбек және бета тізбек. Альфа тізбекте бізде 21 амин қышқылы болады, бета тізбекте 30 амин қышқылы. Адам мен шошқаның инсулин айырмашылығы осы бета тізбектегі 30 амин қышқылында. Адамдарда трианин болады, ал шошқаларда осы трианиннің орнына аланин амин қышқылы болады. Екінші адам инсулиндері ол жартылай синтетикалық және гендік инженерлік, көбінесе гендік инженерлік методы бойынша қазіргі кезде инсулин жасалынады. Ол үшін бізге көмектесетін бактериялар, мысалы Escherichia coli, қазақша айтқанда ішек таяқшасы. Осы ішек таяқшасына адамның инсулинін синтездейтін геномын енгізу арқылы ішек таяқшасын адам инсулинін өндіретіндей етіп жасап шығаруға болады. Және үшіншісі ол инсулин аналогтары Lispro, Aspart, Glargine, Detemir деген препараттар қазіргі кезде кеңінен қолданылады. Қазіргі кезде жануарлардан алынатын инсулиндер мүлдем қолданылмайды деуге де болады, себебі басқа инсулин аналогтары және гендік инженерлік жолмен алатын препараттар жануарларға да қарағанда өте қолайлы болып табылады. Инсулин препараттары қант диабетін емдеуге арналған көптеген түрлері бар. Олардың айырмашылығы пикке жету уақыты және әсер ету ұзақтығына байланысты бөлінеді. Пик дегеніміз ол инсулин препаратын енгізгеннен кейін плазмадағы концентрациясының ең жоғарғы деңгейіне жетуі. Мына жерде көріп тұрғандай осы пик. Әсер ету ұзақтығы қанша уақыт әсер етуіне байланысты. Соған байланысты осы препараттар бөлінеді. Олар өте қысқа әсер ететін препараттар, қысқа әсер ететін препараттар, орташа әсер ететін препараттар және ұзақ әсер ететін препараттар. Қысқа әсер ететін препараттарға бізде жатады Lispro, немесе коммерциялық атауы Humalog, Aspart, Novorapid, Glulizin. Қысқа әсер ететін препараттар жатады Actaprid HM, Humulin R. Орташа әсер ететін препараттар Humulin NPH, Protophane HM. Және ұзақ әсер ететін препараттар Detemir, немесе Levemir, Glargine, Lantus. Мынау слайдта берілген өте қысқа әсер ететін Humalog, Novorapid, қысқа әсер ететін Humulin, Humulin R, Actaprid, орташа әсер ететін Protophane HM, немесе Humulin NPX, және ұзақ әсер ететін Lantus, немесе мұнда Levemir. Инсулин гексамерлері. Инсулин негізінен организмде гексамерлер түзеді. Гексамер дегеніміз 6 инсулин молекуласы бір цинк молекуласымен байланысады. Осыны гексамер деп айтамыз. Бұл тұрақты құрылым. Инсулин препараттар әдетте тері астына енгізіледі. Әсер ету ұзақтығы сіңу жылдамдығына байланысты. Инсулин гексамерлері нашар баяу сіңеді, әсері баяу басталады. Инсулин мономерлері сіңуі жылдам және әсері жылдам басталады. Өте қысқа әсер ететін препараттар, жаңа айтып өткенде оларға жататын Humalog, Novorapid,
глулизин. Бұл препараттар модификацияланған адам инсулині, құрамында өзгертілген амин қышқылдары бар инсулин, гексамер полимер түзілуі төмен, соған байланысты мономер ретінде өте тез сіңеді, тез әсер етеді, жылдам сіңеді, тез және қысқа уақыт әсер етеді. Әсерінің басталуы 15 минут, шыңға пикке жетуі 1 сағат және ұзақтығы 2-4 сағатты құрайды. Жылдам әсер етуіне байланысты көбінесе тамақтың алдында қолданылады. Қысқа әсер ететін препараттар Actaprid HM, Humulin R, адам инсулинінің синтетикалық аналогы, рекомбинантты ДНК әдісімен жасалады. Әсерінің басталуы 30 минут, пикке жетуі 2-3 сағат және ұзақтығы 3-6 сағатты құрайды. Бұл препараттар, қысқа әсер ететін препараттар, негізінен адамның ұйқы безіне бөлетін қалыпты инсулинмен әсері өте ұқсас, өте жақын. Соған байланысты бұл препараттар ауруханаға жатқызылған науқастарда жиі қолданылады. Себебі инфекциядан кейін, операциядан кейін қандағы қанттың мөлшері жоғарылауы мүмкін. Соны қанттың мөлшерін қадағалау үшін, төмендету үшін қысқа әсер ететін инсулин препараттары қолданылады. Көк тамырға енгізілетін инсулиннің жалғыз түрі. Инсулин препараттары негізінен тері астына енгізіледі. Қысқа әсер ететін препараттарды көк тамырға енгізуге болады. Диабеттік кетоацидоз, гиперосмолярлы гипергликемиялық кома кезінде қолдануға болады. Және қысқа әсер ететін препараттар гиперкалемияны емдеу үшін қолданылады. Инсулиннің негізгі қызметі ол жасушаның ішіне глюкозаны енгізу. Глюкозадан бөлек инсулиннің екінші қызметі ол қандағы калийді жасуша ішіне енгізеді. Егер пациенттің қан айналымында калий мөлшері өте жоғары болатын болса, гиперкалемия, онда инсулин препараты қолданылады. Және гипогликемияны алдын алу үшін глюкозамен бірге көк тамырға енгізіледі. Орташа әсер ететін препараттар Humulin NPH және Protophane HM. Бұлар бейтарап протаминмен біріктірілген тұрақты инсулин. Протамин инсулиннің сіңуін баяулатады. Соған байланысты бұлардың әсері орташа. Шыңға жетуі 4-8 сағат және ұзақтығы 12-16 сағатты құрайды. Ұзақ әсер ететін препараттар бұларға гларгин немесе лантус, детемер немесе левемер деген препараттар жатады. Модификацияланған амин қышқыл құрылымы бар инсулин болып табылады. Бұлар төмен үздіксіз инсулин деңгейін қанда ұстап тұрады. Әсерінің басталуы 1-1,5 сағат және ұзақтығы 11-24 сағатты құрайды. Күніне бір рет, бір уақытта тері астына енгізіледі. Инсулин өте қысқа әсер етуші препараттар тамақтың алдында қолданылады. Жаңа айтып өткендей, қысқа әсер ететін препараттар диабеттік кетоацидоз және гиперкалемияны емдеу үшін көк тамырға енгізіледі. Және NPH, гларгин, детемер деген препараттар көбінесе фондық терапия ретінде беріледі. Гипогликемия. Гипогликемия бұл негізінен барлық инсулин препараттарының негізгі жанама әсері. Гипогликемия кезінде пациентте тремор, тахикардия, тершеңдік мазасыздық байқалады. Өте ауыр гипогликемия кезінде, өте ауыр жағдайда пациентте құрысу және кома байқалуы мүмкін. Гипогликемия дамыған пациенттердің көбісі ес-түсінен тануы мүмкін. Сондықтан ес-түссіз науқастарда қандағы глюкоза мөлшерін үнемі тексеру қажет. Және гипогликемияны болдырмау үшін инсулиннің дозасын, жиілігін қадағалау қажет. Келесі салмақ қосу. Инсулин қабылдаған науқастардың көпшілігінде кездеседі. Себебі инсулин май қышқылдары мен ақуыз синтезіне ықпал етеді. Негізінен салмақ қосу инсулинді қабылдайтын екінші типтік қант диабетімен ауыратын науқастарда кездеседі. Осымен лекция аяқталды. Назарларыңызға рахмет.